Қайырлы күн. Ағымдағы жылдың 22 мамырынан бастап мемлекеттік қызметшілер күніне орай Қазақстан Республикасының үздік мемлекеттік қызметшісі республикалық конкурсы бастау алған болатын. Аталған конкурс мемлекеттік аппарат қызметкерлерінің бәсекеге қабілеттілігін, олардың әлеуетін дамыту, үздік кәсіби білімі мен дағдыларды таратуды көздейді. Биылғы жылғы конкурс коронавирус пандемиясы жағдайына байланысты қашықтық негізде өткізілуде. Айта кету керек, конкурс екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең өңірлік деңгейде өткізетін конкурс. Бірінші кезеңнің жеңімпаздары конкурстың екінші кезеңіне қатысуға ұсынылады. Екінші кезең республикалық байқау комиссиясы өткізетін республикалық деңгейдегі конкурс. Екінші кезеңнің қорытындысы бойынша конкурс жеңімпаздары анықталатын болады. Талаптарға сәйкес конкурсқа мемлекеттік қызметтегі өтілі 1 жылдан кем емес, әкімшілік және тәртіптік жазалары жоқ мемлекеттік қызметшілер қатысады. Әрбір қатысушы конкурстың бастапқы кезеңінде неге мен үздік мемлекеттік қызметші атағына лайықтың тақырыбында өздерінің мотивациялық эсселерін тапсырған болатын. Мотивациялық эсседе үміткердің кәсіби қызметтегі негізгі жеке жетістіктері, өз қызмет саласындағы проблемаларды шешуге мемлекеттік органның өзіне жүктелген міндеттер мен функцияларды іске асыру процесіне қосқан жеке үлесі баяндалады. Естеріңізге сала кетейік, конкурсқа құжаттарды қабылдау 2020 жылғы 29 мамырда аяқталған болатын. Конкурсқа қатысу үшін 761 өтініш келіп түскен, оның 565-і жергілікті атқарушы органдардың, 196-сы орталық мемлекеттік органдар және оның аумақтық департаменттерінің қызметкерлері. Мемлекеттік қызметшілер арасындағы бұл конкурс 2017 жылдан бастап өткізіліп келеді. Осыдан 3 жыл бұрын конкурсқа 300-ден астам мемлекеттік қызметші қатысса, биылғы жылы олардың саны 2 есеге артқан. Жалпы конкурс барысында қатысушылар тиісті рәсімдерден өтуі қарастырылған. Бүгінде қатысушылар өздеріне берілген кейістік тапсырманы шешуді жүзеге асырып, жауабын бейне форматта жолдады. Ал 8-12 маусым аралығында конкурстың финалистері мемлекеттік қызметті жетілдіру, пандемия нәтижесі бойынша мемлекеттік қызметшінің қорытындылары тақырыбына бейне презентация жолдайды. Бейне жазба ұзақтығы 5 минуттан аспауы қажет. Республикалық комиссияның отырысы қашықтық форматта 15-19 маусым аралығында өткізіледі. Жеңімпаздар жылдың үздік мемлекеттік қызметшісі төсбелгісімен, дипломмен және естелік сыйлықтармен марапатталады. Толық ақпаратты агенттіктің ресми интернет ресурсынан алуға болады. Аман сау болыңыздар.